Ал достар, біз кеште тағы да объектіға келдік. Неге десеңіздер, біздің уже терезелеріміз келіп жатыр ағайын. Ой, мынау деген. Мына сыртта стеклолар тұр міне. Мынау білесіздер не екен? Бұл витраж бізде мына жерге қойылады, Құдай қаласа. Мына жақтың терезелері уже қойылып жатыр міне. Мына жақтың терезелері уже қойылып жатыр. Мына жақ терезе қойылды. Мына жақта Жахон деген жігіт жүр. Жахон тей. Мына терезе уже қойылып жатыр, көрдіңіздер ма? Сосын сіздерге бірден көрсете кетейін. Бұл терезелер арзан терезе емес. Бұл Функе деген немецкий качестводағы терезелер. Сырты антрацит, іші ақ. В общем, сондай тапсырыс бердім өзіме арнайы. Сол бүгін терезелер қойылады, Құдай қаласа. Ертең енді есіктерді қоямыз. Сонымен үйдің іші жылайын деп тұр. Үйге енді ұқсап келе жатыр, Құдай қаласа. Сол бұйырса енді осы керемет жұмыстарымыз бітсе, Алланың қалауымен үйіміздің сыртын мынандай қаптап жатырмыз, міне көріп жатсыздар ғой. Осындай қылып тұрып әдемілеп пеноплекспен қаптап жатырмыз. Сосын бұның сыртынан тағы да әдемілеп бір жүргізіп шығамыз. Сонымен үйіміз гүл болады. Четко болады. Сол. Жақында не дейсің, айтшы, бірден айтшы. Не дейсің? Үй қалай болып жатыр? Четкий. Четкий ма? Жақсы болады. Бәрі ойдағыдай болады. Құдай қаласа. Мына. Балқаш қайда? Балқаш? Айналайын, Балқаш. Не дейсің, бірдеңе деші? Мен оқырмандарыма бірден айтып қой. Терезе салықса түнге де қарамай істей береді екен. Керемет жасап отыр. Суыққа да қарамай. Бірақ біздің көзіміздің қалауымыз сондай еді. Тезірек бітіріп берші деп өтініп еді. Соған да қарамай, суыққа да қарамай істеп отыр. Аллаға шүкір. Рахмет міне. Келіп жігіттерге Алла разы болсын. Күн түн демей бәрін салып беріп жатыр міне. Аллаға шүкір. Сол енді бізде мынаның бәрін істеп бітсе, Балқаштарда ақыр бірге дейін 10-ға дейін істей береміз жатыр. Өйткені үйдің іші жылы болу керек та. Қазір мына жерде мысалға күндіз жел соққан кезде, мына жақтан ұрған кезде тура өтіп кетеді кәдімгідей суық. Мына жақтың жел еще жазғы дала ғой. Жел соққан кезде кәдімгі адамға жаман әсер етеді. Сол үшін денсаулық бірінші очередте, өйткені денсаулық Алланың берген аманаты. Біз оған дұрыстап қарау керекпіз. Сол үшін жігіттердің денсаулығына зиян келмесін деп жатырмын. Өйткені жақсылық та бойдақ, Балқаш та бойдақ, әлі үйлену керек бұл жігіттерге, бала сүю керек деген сияқты. Сол, осындай керемет көңіл күймен үйімізді жалғастырып жатырмыз ағайын. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Исаевтан сөйлеп тұрмыз ағайын. Неге десеңіздер, біз тереземізді орнатып болдық. Но бізде витражный окна алюминийден салдырдық, кәдімгідей качественный сапалысын. Одан кейін терезелер, мына жақтар кірпішпен жабылады, енді кей размерлер дұрыс болмай қалған. Үйдің терезенің емес, терезенің ровный. Үйдің кейбір размері дұрыс қаланбаған, кірпішпен қалаған кезде үйді бүйтіп айналдырып сыртын қаптаған болатынбыз. Одан бөлек терезелердің барлығы салынды ағайын. Үйімізге тереземіз салып кетті кеше. Осындай әдемі немецкий фирмадағы, немецкий качестводағы Функе деп аталатын качество фирма. Міне осындай әдемі терезені салдырттық. В общем, сырты антрацит, іш жағы ақ. В общем, солай салдырттық. Сыртын антрацит қара қылып та, мына шипермен сәл үлессін дедік. Ішін әппақ қылдық. Ал енді террасадағы терезе полный антрацит ол. Іші де сырты да. Осылай терезелеріміз салдырып алдық, Аллаға шүкір. Қазір есік саламыз. Есік сатып алып келіп қойғанбыз уже. Мощный есік алдық. Сол есігіміз саламыз. Мына жақта терезелер көрсетеміз сіздерге. Міне мына жақта терезе салынды уже. Аллаға шүкір. Міне терезе салынды. Сосын міне қараңыздар, мына үйлерді қараңыздар. Мына үйлер, мына үй, мындай үй. Ошым айдала деп жатқан жандарға көрсетіп қойын деген ғой. Айдаланы көресіздер, Құдай қаласа келесі жыл. Биылдың өзінде 15-ге жуық үй салынып кетті жан-жағымызға. Менікі 16-шы болды. Келесі жыл бұйық қаптайын деп тұрға бұйыртса. Сол сәттілік бізге. Біз қазір Үшарал қаласына тойға шығып бара жатырмыз. Жігіттер қалып жұмыс жасай береді, біз де еңбек ете береміз. Өйткені үйге ақша керек, білесіздер. Еңбек ету керек, жұмыс істеу керек. Ер азамат үйде еңбек ету керек. Оққа Пернехан? Қасында Пернехан деген сенім серіктесім бар. Пернехан деген жігіт осы үйдің сылағын жасаған болатын. Мен закарта жүремін жүріп бердім дұрыс. Конечно. Міне. Жігіт айтты, жігіт орындады. Сен Аққудың еркегісің ғой, Пернехан, білесің бе? Аққудың еркегісің ғой, сен айналайын. Жігіттің гүлісің ғой сен. Терезені түсірдім, терезені түсіріп қойдым. Біздің
террасамыз әдемі бойында тұр, құдай қаласа. Ана қарашы. Кухнядан шығасың да, террасамен неден шығасың да, есіктен шығасың да, мына жерде отырып шай ішесің. Қалай? Бөлек па? Террасаның төбесі жабылады, құдай қаласа, мына жақ төбесін жабамыз, әдемілеп тұрып. Сол әзірге үйдің жағдайы осындай ағайын. Соны көріп көргендеп келдік. Бір жағы жігіттер жұмысқа келіп тастадым. Біз жолға кетіп бара жатырмыз енді. Сапарымыз сәтті болғай. Алла қаласа, әлі талай жұмыстар бар жасалатын. Соның алғышарттары ақырындап орындалып жатыр. Десек те, енді осындай үйді көтеріп тастадым деген нәрсеге әлі сенбеймін. Аллаға шүкір. Сол аман болайық, бар болайық. Жахонбай, айналайын, Жахонтай. Жахон деген жігіт бар осында. Осы үйді құдай қаласа гүл қылуға атсалысып жүрген жігіттің бірі. Мамамдардікіне келдік. Не жасаватсыз, мама? Сонда етті турап жатып, не жасайтыныңыз білмейсіз ба? Айтпаймын. Секретный тамақ па? Примерно не? Примерно плов сияқты. Плов сияқты? Гречкамен жасалатын плов па? Или қандай? Перловкамен. Қандай ол плов сияқты деген не ол? Рисовый лужи ма? Кенже апа ұялатыр. Неге ұялады? Кенже апа неге ұяласыз видеоға түскенде? Сіздің балаңыз звезда ғой, дочкаңыз. Всем привет, доктор Би. Мама принесла доктор Би. Сейчас будет вкусно. Да. Жатырмын бұйырса. Ерасылға келіп қалған бар, ертең біздің отбасымызда үлкен той болайын деп жатыр. Біздікінде деген енді ол жігіттер жағы жасайды ғой, күйеу балалар жағы. Вот такой вот той будет прям Күшті той большой. бол ма? Енешкама етік алып бердім, көйлек алып бердім, бүгін күшті әдем болып отыр. Қыздай болып барады ертең енешкам тойға. Дайын отырық семьямызбен. Барлығының жағдайын ойладым, сенен басқа Ерасыл. Сен неге едіңді мен білмеймін. Сен тойға бармайтын шығарсың, наверное. Какой еще?